Барлықтарыңызға қайырлы күн. Есімім Темірлан Мукашев. Мен Монғолия астанасы Улан-Батор деген қаладамын. Бірден видеоны бір қызық факттан бастайық. Монғолия халқы дейтін не бары 3,2 миллион, және оның 2 миллионға жуық халқы осы Монғолия астанасы Улан-Баторда өмір сүреді. Яғни жартысынан да көп. Бүгінгі видеода көретіндеріміз үлкен Шыңғыс хан мүсініне сапар, жергілікті Улан-Батордың қазақтарымен кездесу, жергілікті мал базарына бару, бағаларын білу және моңғолдардың мал сою тәсілін көру. Аяқасты қаланың орталықты зиратына тап болып сүйектерді кездестіру және зиратты қопарып жойып жатқанының куәгері болу. Улан-Батордың орталықты буддизм ғибадатханасына кіріп шығу. Ал әзірге Өлгейден Улан-Баторға жету туралы айтатын болсам, екі қала арасы 1700 км, 30 сағат уақыт алады. Toyota Prius таксимен жеттім, шопырдың көзі ілініп ұйықтағысы келіп, рөлді маған берген кездері де болды. Өзі 1-2 сағат ұйықтап аламын деп. Жол жақсы, жаңадан төселген асфальт, осындай пейзаждарда көлікті айдаудың өзі рахат. Бір қызығы, Улан-Баторға жақындай берген сайын жол нашарлай түседі. Яғни Монғолияда жаңа жолды шеттен орталыққа қарай тартады. Біздегідей орталықтан шетке қарай емес. Негізі осыдан 2 жыл бұрын қытайлықтар жол төсеп бермегенге дейін Өлгейден Улан-Баторға жету 1 күн емес, ал 3-4 күн уақыт алатын. Өйткені асфальт болмаған, шаң жолдармен жүрген, қараңыздар, көрсеткіш белгілері қыр даланың ортасында осылай тұратын. Ал Өлгейден Улан-Баторға студенттер кезінде осындай машинамен жетіп жүретін. Зилдің жүк таситын жерінде 20-30 студент отырған. Тіпті ол мен қыз достасып, кейін үйленіп кеткен кездері жиі болатын. Міне мен Монғолия астанасы Улан-Батордамын. Монғолияда терек ағаштары аз өседі. 1700 км қырдаланы өткен соң, дала ортасында тастан тұратын джунгли көріне бастайды. Заманауи мегаполис Улан-Батор. Осы Улан-Батор деген атау қайдан шыққан екен осы? Бұлай қарап тұрсаң, қазақша сөз сияқты, Негізі бұл атауды Тұрар Рысқұлов берген екен. Монғолия астанасы кезінде өргі деп аталған, кейін Хөрә, кейін тағы да өргі. Осылай атаулары 1924 жылға дейін өзгеріп тұрған. 1924 жылы жаңадан құрылған Кеңес одағы Монғолияның астанасын өз ықпалына алады да жаңа атау іздей бастайды. Қаланың жаңа атауын Батар Хот деп қою ұсынылды. Қазақша мағынасы Батыр қала. Бірақ сол кездегі коммунист Коминтерннің мүшесі Тұрар Рысқұлов қалаға Улан-Батор деген атау ұсынады. Моңғол тілінде Улан деген сөз қызыл дегенді білдіреді. Демек Қызыл Батыр. Осылайша Монғолия астанасы Кеңес одағының сүйікті қызыл түсіне орай Улан-Батор деп аталды, яғни Қызыл Батыр. Ал енді Қызыл Батыр қаласын аралайық, көрейік қандай екенін. Мен қазір Монғолияның жалпы Улан-Батордың ең басты алаңындамын. Артында тұрған ғимарат бұл дейтін Монғолияның билік сарайы деп аталатын ғимарат. Мына жерде байқап тұрғаныңыздай, жылқының үстінде тұрған сарбаздар және тақта отырған Шыңғыс хан. Осы ғимаратта президент офисі бар және парламентта барлығы осы бір ғимаратта. Қысқа айтқанда Монғолияның билігі осы бір ғимаратта шоғырланған. Және мына жерде дейтін адамдар өте көп. Мына жерде еш шектеу жоқ, жүре бересің, адамдар алдында тұр, өте көп шұбырып жүр. Мына жасыл алаңда дейтін волейбол ойнап, демалып отыр, өлең айтып,
яғни мысалы мен дейтін Астанада жүргенде ақ көңілмен Ақ Орданың алдынан өтейін деп сол жаққа бара жатса, мені әрине бұл жақта кіргізбей қойды. Әскери киінген, рациямен жүрген әскери адамдар осылай қоршап алып, кімсің сен, не істеп жүрсің, кірме, мында болмайды, ана жаққа бар, мына жаққа бар, рациямен айтып, мына жақта адам жүр, не істеп жүр, ол неге жүр дегенде солай күдіктеніп жүр. Яғни мен қазір осылайша сіздерге қарапайым бір мысал айтқым келгені, мінекей демократиялық мемлекетте осылай жайбарақат жүре бересің биліктің алдында, ал диктаторлық, авторитарлық мемлекетте бұның барлығы мүмкін емес. Моңғолия қаншалықты демократиялық мемлекет екенін сіздер түсінсін деп айтып берейін. Бұл қазіргі президент Ухнаагийн Хурулсух осыдан 10 жыл бұрын депутат болғанда мемлекеттің қамын ойлап жаңа заң үшін басқа депутатпен төбелескені. Негізі Моңғолия парламентінде жұдырықтасу қалыпты жағдай. Енді парламенттік жүйе болғандықтан, ал парламенттік жүйеде депутаттар төбелесу үнемі болады, жұдырықтасатындары болып тұрады. Президенттік жүйедегідей емес, президент не айтты, соны бір ауыз еш талқысыз қолдай бермей. Моңғолия 90 жылдары парламенттік демократиялық жүйеге көшкелі, осыдан 30 жылда 6 президент ауысты. Бұл жақта сөз бостандығы бар, тәуелсіз сот, митинг деген қалыпты жағдай, сайланып басым болатын партиялар үнемі ауысып тұрады. Депутаттарды көшеде, автобуста кездестіруге болады. Былайша айтқанда, картада қарағанда, екі ірі қатаң қызыл коммунистік режимнің арасында орналасқан демократиялық жер ұйық. Демократиялық жүйе тек саяси тұрғыда емес, ал азаматтардың ой санасында да демократия. Бұл жақта қоғамда сен қандай киім киесің, жынысың қандай, қай құдайға сенесің, сенбейсің бе, қандай контент тұтынасың, өз еркің. Ешкім біреудің құқығын шектеп тыйым салмайды. Моңғолия бұл заманауи демократиялық қоғам екен. Улан-Баторда тұрып жатқан Ерқанат деген жігіт мені Моңғолияның ең басты көрнекті жеріне апарған. Бұл Шыңғысханның үлкен мүсіні. Мүсін Моңғолия астанасынан 50 шақырым жерде орналасқан. Бұл енді Шыңғысханның тарихы туралы комплекс. Билет құны не бар 10 000 тугрик, 1500 теңге. Комплекске кірерде түрлі сувенир дүкендері көп. Моңғолия мәдениеті туралы магниттер, кәдесыйлар, киімдер, тіпті сарбаздық киім саймандар да бар. Мінекей мында осындай сауыттар бар. Мен жеңілін кидім, бірақ ап-бауыр толған енді металл, шынжыр. Мынау дейтін жай ғана бұлғары, жеңіл, ал жаңағы сауыт өте ауыр. Ал бұл шапанда тігілген свастика белгісі. Негізі свастика белгісі бірнеше мың жыл бұрын болған белгі. Көптеген мәдениеттерде қасиетті белгі болып саналады. Мысалы, индуизм дінінде күнді білдірсе, моңғол буддистерде де қасиетті белгі болып келеді. Бірақ Гитлер свастиканың абыройын түсіріп жіберген. Дәл солай енді Путинде латын «з» әрпіне жаман мән беруде. Шыңғысханның дәуіріндегі киіз үйлер шамамен осындай болған. Бұл комплекстің едендегі кафелдері тап мен оқыған мектептегідей екен. Айтпақшы, әлемдегі ең үлкен етік осы комплексте тұр. Бұл Моңғол империясындағы түрлі хандар. Бір қызығы бәрі бір-біріне ұқсас. Ең жоғарында Шыңғысхан портреті. Лифтке кіріп Шыңғысхан отырған аттың жауырынан бір шықтық. Шыңғысханның мүсіні, монументтері әлемде жетерлік. Енді артында тұрғаны әлемдегі ең үлкені. Астындағы ғимараттың есептемегенде, яғни жылқының табанынан Шыңғысханның маңдайына дейінгі биіктік 40 метр. Ал астындағы ғимаратпен есептейтін болсақ, 50 метр болады. Бұл шамамен 15 қабатты үймен бірдей. Мүсін 2008 жылы салынды, материалы таттанбайтын болады. Комплекстің ауласында осындай малдың терісі ілініп тұр. Соған садақпен атуға болады. Бірнеше садақ аттым, біреуі де ұшып жетпеген. Мынау өте ауыр.
Дыбысын тыңдап көріңіздерші. Мына тартқанда мынау майысқаннан дыбысы шығады. Оңай зат емес екен, өте қиын, өте ауыр. Бұрынғы кездегі адамдар бір садақтың артынан екіншісін атай берді. Негізі мына жер шаршайтын екен. Комплекс ауласында түйелерге мінуге болады, және бүркітпен фотоға да түсуге болады. Өзің қара. О, мына күшті болды. Фотоға жақындырып түсірші. Фотоға. Жақын. Жерге қарай. Çok çeksen. Ha? Öyle. Tamam. Hadi bot. Бүркіт дейтін өте ауыр. Бүркітші адам айтады, былай желбіреді дейді, қанаты кішкене болса желге қарсы желбіресе ол ұшып кетпейді деп отырады қолда. Сонда былай тұруың керексің, өте ауыр, қолың шаршап қалатын екен. Улан-Батордағы қазақтармен әңгімелесіп бір қызық ой келді. Мысалы, мен ұзын Қазақстан деген мемлекеттің батысынан бола тұра, тағы бір ұзын Монғолия деген мемлекеттің шығысында тұрып жатқан жергілікті қазақпен қазақ тілінде емін еркін әңгімелесе аламын. Арамызда шамамен 5000 километр жатса да. Бірақ комплекске апарған ер қанатпен әңгімелескенде басында үнемі менен сұрап тұрады. Осындай сөзді түсініп жатырсың ғой, иә деп. Мынандай сөзді түсіндің ғой, иә, мүмкін сіздерде басқаша айтылатын болар деп. Қазақстаннан деген енді мен болғанда менің өзімнің енді ойым, пікірім болғанда сендерге түсіндіру, айтуым кішкене қиын бола ма деп ойлаймын да. Неге дегенде сен де мысалы сондайсың, сен де мысалы сенің тіліңде де біз енді көп немесін жақсы ойланбай өтпей жатырмыз, түсінбей жатырмыз. Енді қазақ болғаннан кейін ол бір-біріміз тілімізді ұғамыз ғой, мен де ұғамыз, ары қарай неметеміз. Бірақ енді былай өте бір жеткізу, енді қандай бір нәрселерін немету кішкене қиындау бола ма деп өзім сөйтіп ойлаймын да. Енді ары қарай Қазақстанға барсам да сөйтіп ойлаймын. Бірақ жақсы екеуміз жақсы түсініп жатырмыз бір-бірімізді. Жаңа мысалы нағашы деп айтып жатсың әңгіменің арасында, сосын сұрап жатсың. Нағашы дегенді білесің ба, түсініп ба деп басында солай сұрап жүрдім ғой. Мысалы басқадай айтудармен айтыла ма деп ойладым ғой. Басқадай нағашы деген мысалы екеуміз жаңа мысалы сүйек, сенің қай елсің деп сұрап жатсың, қай елсің, руың не деп. Мен сүйіндік черуші деп. Сол черуші дегенде енді сендердікі болғанда кіші жүз деп айтың, кіші жүз дегенде сол біз кіші жүзді мен қайтып неметіп түсінем деген түсінбейді екен. Неге дегенде сүйіндік черуші деген біздікі енді менің ойымша болғанда сендер бүйтіп бір енді сыртқы бір үлкен несімен айта салатын сияқтысыңдар. Томиялы сыртқы бір үлкен немесімен айта саласыңдар. Біз болғанда аз болғандықтан, Монғолияның қазақтары аз болғандықтан, сондықтан бір ішіне кіріп отырып, сондай бір-бірден бүйтіп бірақ сөйтіп таныстырамыз. Ішіндегісі қайсы, ішіндегі деп, сол мысалы 5 ошақ болса ең соңғысы мынау деп мысалы сондай бүйтіп таныстыратын сияқтымыз деп сөйтіп ойлаймын да. Мен қазір оқырманыммен кездестім, Мұратбек есімді оқырманым. Қазір біз дейтін өзбектер мейрамханасындамыз, өзбек тағам татудамыз. Мінекей осында өзбек палауы. Тамақтанып отырғандарыңыз болса, ас болсын. Және қазір біз дейтін мына жерде халал тамақтанып отырмыз, ал моңғолдар халал тағамды көп жей бермейді екен. Неге? Бұны қазір сіздерге Мұратбек оқырманым айтып түсіндіріп береді. Халал тамақ дейтініміз, мысалы жаңа біз өзіміздің қазақша сойған малдың еттерін айтады. Қаранды бұны моңғолдар көп жей бермейді. Бұны болғанда осы жақтағы қазақтар, осы жақта қыдырып жүрген басқа халықтар көп келеді. Түркиядар бар, сондай елдер біз халал тамақ көп жейді. Неге харам тамақ жемейді дегенде, одағы мысалы сою, малды бауыздау рәсімі бөлек болады. Олар біз құсап, мойнынан бауыздап, қарын шығармайды. Малды сойған кезде қарын тіледі дағы. Қарын керек тіледі дағы, қолын кіргізіп, ар жағында үлкен тамыр болады. Сол тамырын деп қия салады. Сол кезде мал сол қойып жата қалады.
тез ал мен сұраймын, оны біз болғанда бауыздаймыз, достарымыздан сұраймыз қасымызда. Біз бауыздап сөйтеміз, сол үйтіп анақсап қинағанша жоқ, ал сендер қинап жасындар деп маған сөйтеді. Сендер бауыздап қаншылап сендер қинайсыңдар дейді. Жоқ, сендер ананы тіріде шынтылып деп ар жағынан қинемеспіз, бүйтпейді. Өйткені мысалы сендерді сойып бауыздағанда малдың жаны 5-10 минуттың ішінде шығады дейді. А біз деп тартқан кезде сол көп болса 1-2 минуттың ішінде малдың жаны шығып кетеді дейді. Сондай бір сол жағынан, ал ода болғанда малдың қанын біз оны қан туып тастаймыз ғой, қан шығарып, одар болғанда қан шығарғысы келмейді. Қаны мен малдың еті дәмді болады деп сөйтеді. Қаны бар мен сондай жақсы көреді. Негізі Улан-Батырда 10 күн болғанымда көптеген жергілікті қазақтармен кездескенмін. Камераға түскісі келмеген Нұржан атты бауырымыз мені Улан-Батырдың жергілікті мал базарына апарған. Бұл жерде моңғолдардың қой сою тәсілін көргенмін. Алда сіздерге көрсетемін, дайын болыңыздар. Ал әзірге Улан-Батырдың мал базарын көрейік, бағаларын білейік. Көрермендерім, мен қазір Улан-Батырдың шетінде орналасқан қасапханаға келдім. Бұл жақта енді мал базары, малдарды сояды, сосын жалпы таңдап сатып алуға да болады. Мына жақта ет павильоны да бар. Қазір осы жерде ет қанша тұрады, жалпы мал қанша тұрады, соны барып көрейік. Жалпы мал базары бұл да бөлек бизнес әлемі. Мысалы, қой қырқу деген қызмет бар. Қойдың жүнін бір жерге жинап тастайды, ет турап береді, жүнін өртеп береді. Әлбетте мал сататын жер де бар. Бұл жерде қазір енді қойлар мен ешкілерді ғана сатып жатыр. Назар аударыңыз, әр сатушыға бірнеше шаршы метр тормен қоршалған алаң беріледі. Негізі қазан мен қараша айларында бұл мал базарында ине шаншар орын болмай қалады. Өлкені бәрі қысқа соғым сояды. Сол кезде ірі бас малдары да болады. Және моңғолдар болғасын, енді шошқалар да болады. Сонымен қатар базарда малды машиналарына тиеп, қырдан алып келіп сататындар да бар. Міне мысалы қарапайым сауда жүруде, сатушы малының тісін көрсету арқылы оның жас немесе кәрі екенін айтып беруде. Бұл қой саудадан өткен болса керек, аяқтар байланып тұр ғой. Иә, солай екен, міне оны машинаға дейін апаруда. Біреулері болса бірнеше бас қой сатып алған. Мал бағасына келер болсақ, қойдың бағалары арық толығына қарай 250-300 мың тугрик. Бұл дегеніміз 35-тен 42 мың теңге аралығы. Ал ешкі бағалары 200-250 мың тугрик. Бұл теңгемен 28-ден 35 мыңға дейін. Мал сою жағы болғанда, енді моңғолдар болғанда ішіне сояды ғой. Аузын басып тұрып, мысалы қой сойғанда, аузын басып тұрып, мына жерден жүрегін тесіп, мына жерде қолын кіргізіп барып, мына арқада, мына қойдың арқасында жолын деген болады. Жолын мына қолмен үзіп барып, жолын үзіп тастаған, сосын өледі мал. Қаманы бірақ ішінде қалады. Сосын кейін оны біз құсап келіп соймайды. Ішінде қалады да, сосын мына ішінен бастап жарып, жерге ілмей, бірақ қарын барын нәрсесін бірақ ішінен алып, сөйтіп сояды. Сөйтіп сойып, сөйтіп алады. Бірақ моңғолдардың өздері болғанда, ана қан ішінде қалған малдың еті дәмді. Ана қанда барлық витамин, ана нәрселердің бәрі сонда болады деп өздері сөйтіп айтады. Қараңыздар, қасапхана қаншалықты таза екенін. 3 қойды сойып тастаған және еден тап-таза, тамшы қан да жоқ. Бізде болғанда емес. Біз болғанда кәдімгі мұсылман, бауыздап соямыз. Аллах бір айтып бауыздап сөйтіп соямыз ғой, бізде өзіміз. Енді одан кейін енді моңғолдардың мысалындағы етті біз енді осында жүргендіктен жемеске шара жоқ. Жемеске шара жоқ. Үйде болғанда халал ет жейсің, өзің сойған, өзің еткен, мысалы соғым соясың, сондайларды өзің үйде жеп, өзің ес. Сыртта жүргенде біз көбінесе сыртта жүреміз, жұмыста анда-мында жүреміз, сол кезде жемеске тура келді. Шара жоқ. Жабы жейсің, неге дегенде біз енді аштан өлетін емес, тамақ қарның ашады, мысалы сондықтан тура жейсің. Жегенде ол дер кезінде тамақ істеген кезінде болғанда еті білінбейді. Білінбейді. Қандай бір қайналады, пысылады, андағы неметкеннен кейін білінбейді. Яғни ет, халал ет, харам ет дегенде екеуін бүйтіп
салғаштар айырмашылығы болғанда сойған кезде етті екеуін бүйтіп қойып сойған кезде сондығынан білінеді. Неге білінеді дегенде қара ет болғанда, монғолдардың сойған еті болғанда қып-қызыл қанымен қызыл болады өзі барлық несі. Біздің халал сойған малдың еті әппақ болады, таза, әппақ қан жоқ, сондай болады. Сондығынан ұялғаймыз. Сондығынан бүйтіп әңгіме деген сөз. Айырмашылығы сонда. Енді сиыр, миыр үлкен, сондай жылқы, сондай малдарды болғанда енді монғолдар болғанда ұрып балғамен ұрады, сиырдарды болғанда балғамен балтамен мына маңдайдан ұрып талып түскен кезде барып сол кезде басын қан шығарып сөйтіп сояды. Ұсақ малды болғанда кеудесін тесіп жолын үзіп сөйтіп сояды. Жылқыдарды болғанда енді әр Монғолияның ішінде әр аймақ, әр жерлерде бөлек болады. Мен көп жүрдім, бірақ сол жерлерде кейбіреулер жылқыдарды ұзақтан атады. Кәдімгідей атып сояды. Атып тастайды, ұзақтан кетіп бара жатады, атып тастайды, бетті сосын барған жеріне сойып өздері бүйтіп шығарып сөйтіп ала салады. Осы Монғолияның Архангай деген аймақ бар, сол жерде сондайларды көргем, көзіммен көргем, сондай болады. Жарайды, Улан Батырдың орталығын көрдік, биік үйлерді, ғимараттарды көрдік, енді Астананың шетін көрейік. Жер үйлері қандай екен? Көріп тұрғаныңыздай, әрбір монғолдың үйдің ауласында киіз үй тігілген. Жоқ, шынымен де, әр аулада киіз үй тұр, тіпті бірнешеуден. Маған киіз үй жоқ, ең болмаса бір ауланы тауып беріңізші. Таба алмассыз. Анау жақта биік үйлерді көріп тұрсыздар ма? Бұрын бұл жерде де жер үйлер болған. Болашақта биік ғимараттар осы ауданға да жетіп қалады. Демек, глобализация жергілікті өмір салтын жұтып жатыр. Осылайша жергілікті қарапайым аудандарды көремін деп аяқ асты жергілікті зиратқа тап болдым. Байқап тұрғаныңыздай, зират сондай ауқымды жерге созылған, тіпті тауға шығып кеткен, үлкен аудандардың арасында орналасқан екен. Монғолдардың мәдениеті бізден әлдеқайда ерекшеленеді. Мысалы, жерлеу рәсіміне, зиратқа және қайтқан адамдарға көзқарастары жалпы өте жеңіл. Мысалы, Индонезиядағы Бали аралында қайтқандарды жерлемей, жай ғана ашық жерге тастап кететін халық мекендейді. Бұл туралы тіпті менде бөлек видео бар. Үндістанда өртейді, бұл туралы да бөлек видео бар. Мадагаскарда қайтқан кісіні жерлеу алдында сүйекті көтеріп билейді. Батыс мемлекеттерде крематорияда өртейтіндер аз емес. Өзге халықтың жерлеу рәсімін мен жаман немесе жақсы деп баға бермеймін, журналистикалық этиканы сақтайын. Оданша былайша айтқанда енді көршілес Монғолияда бізге жақын халық монғолдарда бұл жағы қалай болып жатыр екен, соны сұрап көрейік. Адамдар өледі ғой, монғолдар адамдар өлген кезде монғолдар бүйтетінен бұрын енді осыдан 10 жыл бұрын ғой, мен қырда жүрген кезде ана таудың етегіне барып қояды да, тауға қояды, өте таяз қояды ғой, таяз деген сен 1 метрге не, көп болса 1 метр жерге қояды, содан кісіні деп көміп тастайды. Мысалы мен жүрген жерде кісілерден таудан ең кеш жерде болатын, соны жауын жауып сыйлағады ғой, сол кезде кісілердің бетіндегі қойған нәрсені алып кетеді. Сол мен қызықтап көремін де, ашылып қалғанда көрген кезде адамның бүйделген қурақ қалады, кісілердің қурақ қалғанда енді адам шешкенек қалады екен да, ең артында шешінгенек көрген, шешілер тұрып, басқа сүйектер ақ емес, қоңыр болып көрініп қалады, ал енді селмен ағасы кетіп, жердің бетіне шығарып тастайды ғой, сол кезде адам сүйекті ішке ұзын болып жататын. Сондай болады, ал енді осы кезде бүйтіп кеткен, енді елдер енді сонысын біліп алып, өртейтін болып кеткен, осы жақта да монғолдар өртейтін болған. Ал өртейтті енді сен барған Индияда құсап сыртқа емес қой, тура дайындап, пешке салып, газбенен деп бүрдеп өртететін. Крематорий. Содан пеш болады, өздері пешке деп салаттағы. Мен бір көйлем, біз жұмыс жердің қайсыз болып сонда барып пешке салды. Сол пештің жан-жағында газ немелер бар екен. Өрдет салады екен, камерамен деп көрініп бар. Көп болса бір 2-3 минуттың ішінде ме, 5 минутқа жетпейтін уақытта қос сүйек шығады, күл болып қалады. Кішкене деген немеге салып береді екен дағы, ыдысқа салып береді. Сол нон аппараттағы, мұнда қалың деген қоятын неме де бар, 4-3, кісінің атын жазады, сонда қоя салады. Көрермендерім, мен мұнда Улан Батырдың орталықты
моңғолдардың орталықты зиратында жүрмін, және енді бұл жерде әрбір жерде сүйектер жатыр адамдардың, және ана жерде дейтін экскаватор жүр. Бұл экскаватор дейтін бейіттерді қопарып, бұл ішіндегі сүйекті алып шығып, ар жағында қоршаудың ар жағында крематорий бар, сол жерге апарып өртейді. Кейін қалған күлін туыстарына тапсырады, немесе қопарып басқа жақтағы зиратқа көшіреді. Улан Батырда зиратты жоюды, өйткені бұл жақ кезінде қаланың алыс шеті еді. Қазір қаланың іші болып бара жатыр. Сондықтан зиратты жойып, бұл жерге жасыл парк салады. Әр қопарылған зират орнына бір тал ағаш отырғызуда. Бұл үкімет жасап жатқан үлкен ауқымды зиратты жою, көшіру, қаланың ішін зираттан босату деген мемлекеттік жоба екен. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін 5 жыл бойы қайтқандардың туыстарын тауып, түсіндіріп, келісімдерін алумен өтті. Осы 2022 жылы енді тек жерді зираттан босату жұмыстары басталып жатыр. Бұл ақпаратты біз зираттың қасында тұрған осы будкаға барып білдік. Мұнда мен тұрып жатқан хостелдің қасында осындай буддизм дінінің қалай айтсам, шіркеулері өте көп. Мұнда осы көше және екі жағынан төбелері осындай өте әдемі шіркеулер. Міне осындай бір үлкен алаңға кірдім. Шіркеудің алаңы ма бұл дейтін, ауласы ма бір шіркеудің. Ендеше қазір буддизм дінінің атрибутикаларын көрейік, бұйымдарын, мысалы, андай бұратын бірдеңелер. Кешіріңіздер, енді атын білмеймін қалай айтылады, айналдырады соны қолмен. Буддалық ғибадатханаға кірген бойда ерекше сезім пайда болды. Моңғолияда емес, ал Непал ма, Қытай ма, Камбоджа, Тибет сияқты жерлерде жүргендей болдым. Қараңыздар, күн шуағы қалай терезе арқылы әдемі түсіп тұрғанын. Іші барлығы жылтырап тұрған алтын түсте. Тіпті маталары да және өртте алтын түсті. Осы құрылымның барлығын ұстап тұрған қалың қоңыр ағаш. Жан-жақта түрлі түсті маталар байлаулы және ілулі тұр. Ішінде үлкен, биік, төрт қолды алтын құдай тұр. Келушілердің барлығы алақандарын қосып сол мүсінге табынуда. 14-ші Далай Ламаның портреті, астындағы жазу 30 жасында дейді. Кешкі 7-де ғибадатхана жабылады, үлгермегендер осылай табынады. Мен мына жерде жүргеніме
біршама болды, және байқағаным әже адамдар осылай әрбірін домалатып осылай айналдырады, әрбірін өтіп шығады міндетті түрде. Біреулер бүйтеді, астынан өтеді да, жоғарында қалдырғандарды артынан өтеді сосын. Солай да жасап жатады. Мінекей осылай барлығын айналдырып шығасын, міндетті түрде қалдыруға болмайды. Енді байқағаным бойынша мына жақта осындай өте көп айналдыратын. Мына жерде қалың ағаш. Мына жақта осындай толып тұр. Соның барлығын айналдырып өтеді. Осындай дәліз мына жерде, үлкен Будда мына жағында. Осылай өту керек. Мына жақта толған бірдей мүсіндер, кішігірім статуялар. Ана адамдар өтіп баратыр, әлі айналдырып. Мына жерде кейбіреулері майысқан, соғылған ба, скотчтап тастаған осылай. Ондай майысқандар көп мұнда. Білмеймін қалай бұл майысады, бір жұдырықпен соқа ма. Мынау дейтін Будданың арты. Арт жағы. Мұнда енді біреулері ештеңесіз, жай ғана темір. Біреулерінде жазулар жазылған. Мінекей осындай жүре бересің, айналып барлығын. Қазір Будданың сол жағындамын. Мына жерде былай айналып, барлығын айналдырып өтіп бітіресің. Сосын мына жерге келесінде осылай Будданың алдында Буддаға табынасың. Осылай бас иіп, сосын мына жерде ақша салатын бар. Осы жерге донат жасайсың. Сосын шыққанда міндетті түрде осылай артқа жүріп Буддаға қарап шығуын керексің. Бірақ алақандарыңды қосып шығуын керексің. Мен қоса алмайым. Бір қолымда камера, екінші қолымда камера. Бірақ алақандарыңды қосып артқа жүріп шығасың Буддаға қарап. Буддаға беліңді бұрып шығып жүре беруге болмайды. Мінекей көрермендерім, бұл дейтін Будда дінінде жүрген адамдар осылай киінеді. Негізі форма әртүрлі түсті болады. Бірсе қызыл, бірсе осындай сары түсті. Монғолдар айтады, Қытайдардың бір философиясы бар деп. Өздерінің немелері бар, келешек немелері бар. Ол болғанда қайтеді дегенде, монғолдың жеріне күнде, мысалы, осындай, мысалы, бір арыс дейміз ба, күнде бір қарыс жеріне кір дейді. Жеріне кір бар. Қытай айтады, иә? Қытай айтады, иә. Сөйткен кезде, ал монғолдар неметеді ғой енді, төбелеседі ғой жерімді алған деп, үйтіп төбелесе, сен төбелеспе дейді, ұрыспа, төбелеспе. Еркінше сен артына қарай чегін дейді. Артына қарай чегінде мынаншақ жерден, мынаншақ кенек чегін дейді. Мынаншақ кенек чегін дейді. Сөйтіп болды дейді. Ал ертеңінде қайта мына жерінен бастап, қайтадан мынаншақ та дейді. Қайтадан төбелесе, қайтадан чегін, мынаншақ чегінесің. Ертеңінде қайтадан мына жерден бастап, деп алдына қарай жүр дейді. Сөйтіп 40-50 жылдан кейін сен монғолдың жеріне бірақ емденіп аласың. Ал 100 жылдан кейін ана орыстың жерін аламыз деп сөйтеді. Ал 1000 жылдан кейін бұл дүние, бұл жер, дүниенің жарты жері біздікі болады деп сондай емес бар. Философиясы бар. Қытайдың сондай философтар, көріп отырған қазақтар, қазақстандықтар, басқа елдерге де сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға болсын деп соны айтып отырмыз. Мысалы, адамдардың көбі ойлайды, Монғолия бұл дейтін жазық бітпейтін дала, үлкен-үлкен таулар, киіз үйлер, жылқылар, түйелер, жүгір жүрген қойлар, әлі күнге дейін көшпенді өмір салтымен өмір сүріп жатқан монғолдар деп, мына жаққа глобализация жетпеген деп ойлайды, бірақ бір жағынан
дұрыс, бір жағынан бұрыс. Улан-Батор қаласында Моңғолияның жартысы тұрады, және мына жақта енді глобализация әбден сіңіп кеткен. Мұндағы биік ғимараттар Астанадан кем болмаса одан да көп енді. Бірақ сонымен қатар Моңғолияда көшпенді өмір салты әлі күнге дейін сақталған. Бұл жақта енді өте көп адам киіз үйде, жайлауда мал бағып өмір сүруде. Моңғолияда өмірдің екі түрін көруге болады. Былайша айтқанда ежелгі көшпенді өмір немесе заманауи глобализация сіңген өмірін. Шығыс таяу мемлекеттері, Шығыс Азия мемлекеттері кезінде қалай өмір сүргенін көру үшін Ауғанстанға немесе Бангладешке барып көруге болады. Өйткені бұл жаққа глобализация толығымен жетпеген. Бәрі де сол ежелгі қалпында кейбір жерлері қалып қойған. Сондықтан кезінде бұрын, бірнеше ғасыр жыл бұрын бұл жақта өмір қандай бұл, солаймен әлі тұр. Ал еуропалықтар ежелгі уақытта қалай өмір сүрген, қалай көруге болады? Ешқалай. Өйткені бұл Еуропаға глобализация сіңіп кеткен әбден. Ежелгі өмір қалай болғанын тек дұрыстап көре алмайсың. Мысалы, орыстар кезінде қалай өмір сүрді? Соны көру үшін Ресейдің бір алыс үкіметпен ұмытылып қалған бір ауылға барып, бұл жақта енді ағаш үйлер, медведь водка балалайка дегендей бір сондай деревняға барып көруге болады. Ал көшпенділер кезінде қалай өмір сүрді? Соны көру үшін Моңғолияға келіп көруге болады. Көшпенділер, яғни қазақтар, моңғолдар киіз үйде, жайлауда қалай өмір сүргенін Моңғолия мемлекеті сондай өмірді көруге мүмкіндік береді. Өйткені мына жақта глобализация бір жағында бар, ал бір жағында жоқ сияқты. Мысалы, Улан-Баторда мұнда барлығы үлкен мегаполис болуда, бірақ осы Улан-Батордың төңірегінде бір жайлауға шығып көшпенділер қалай өмір сүрген көруге болады. Тап солай Баян-Өлгейде қазақтар жайлауда жүргендегі көшпенді өмірін көруге болады. Моңғолдар туралы болған дейінде жақсы моңғолдар. Мен үшін неге дегенде мен жасымнан осында өстім, өмір сүрдім, осылардың қасында жүрдім, тіршілік етіп жүрдім, бірақ жақсы. Мыңның ішінде бір жаман адамдар бар, адамның ішінде болғаннан кейін. Бірақ моңғолдар өте жақсы, кең халық, кең құлықтық, кең, қарапайым өте. Андай-мындай нәрсені өте неметпейді, өзі қарапайым, бар нәрсесіменен кісіге көмектеседі. Сондай жақсы. Ал енді жолдағы көлік туралы әңгіме қозғайық. Моңғолия астанасы Улан-Баторда үнемі кептеліс. Мен тіпті Өлгейде болғанда маған ескеркен. Ертең Улан-Баторға барғанда қала ішінде жаяу жүрсен тезірек жетесің депті. Салыстырмалы түрде шын екен. Улан-Батордағы жол ахуалы бойынша өзімнің бағамды беруге рұқсат етіңіздер. Мында келе жатып кенеттен тоқтай қойып, жолаушыны түсіру немесе мінгізу қалыпты жағдай. Жол ортасында. Тіпті артыңнан ешкім пипілдемейді де. Бәрі күтіп тұрады солай. Жолда көліктер өте заманауи, көбіне кореялық және жапониялық көліктер Кореядан Қытай арқылы әкелінеді. Жолдағы көліктердің 75% Toyota Prius. Өлгейдің қазақ жігіттері былай деген: жапондар мен кореялықтар өз шаршаған көліктері Моңғолияға, Улан-Баторға өткізеді. Ал Улан-Батордың жүргізушілері өз шаршаған көліктерін бізге Өлгей сияқты аймақтарға өткізеді деген. Улан-Баторда бітпейтін кептеліс болғандықтан кептеліспен күресу мақсатында бір заң шығарыпты. Улан-Батор қаласы оған өте шағын қала, ұзыннан қысқасы мына шағын, сондықтан машиналар көп, тарапы көп болады. Сондықтан біздің қаланың әкімдері осындай система кіргізген. Мысалы, 1 мен 6 мен тауысқан машиналар бірінші күн, 2 мен 7 болғанда, екінші күн, 3 пен 8 болғанда, үшінші күн, 4 пен 9 болғанда 4-ші күн, 5 пен 0 болғанда 5-ші күн жол ережесіне кіріспейді. Ал демалыс күндері болғанда бәрі кірісе береді. Мысалы, бүгін жол ережесіне кірмейтін машина екен, 4 пен тауысқа мында тұр, 9 тұр. Бүгін бейсенбі ғой, 4-ші күн. Сондықтан осы машина жүрмейді. Осы машина, ана машина жүрмейді. Бірақ та жүрмейтін уақыты бар ғой, таңертең 8-ден кешкі 8-ге дейін. Кешкі 8-ден кейін жүре береді. Осылайша кейбір азаматтар заңды айналу үшін 2 машина сатып алады да, әлбетте номерлері әртүрлі болады, сосын күн сайын жүре береді.
Моңғолия астанасы Улан-Батор неге солай аталатынын түсіндік. Ал енді жалпы мемлекет аты, ұлты неге Моңғол немесе Моңғолия деп аталады. Бұл туралы көптеген деректер бар, солардың арасында бір қызық нұсқасын айтып берейін. Шыңғыс хан өз сарбаздарын жинап, әскер құрғаннан кейін бәрін мың қол деп атаған. Мыңдаған қол дегендей. Осылайша мың қол дей бергесін, бұл мың ғолға айналып кетті. Мың ғол дей бергесін, Моңғол деп аталып кетті. Осыдан бір қызық тұжырым шығып тұр. Шыңғыс хан қазақ болғанына тағы бір дәлел деген. Бірақ бұның барлық жай ғана халық аузында жүрген деректер, бұл факт емес, ойлап қалмаңыздар. Ал жалпы қазақтардың арасында Шыңғыс хан қазақ болды деген пікірлер көп. Видеоның астында комментарияға өз пікірлеріңізді және әсіресе ғылыми дәлелдерді жазып жіберіп қалдырсаңыздар. Оқиық, көрейік. Қызық қой бұның барлығы. Мысалы, мен Моңғолияда жүрмін және былай қарап тұрсан, әрбір кісі қазаққа ұқсайды. Моңғолдар кәдімгі мен үшін қазаққа ұқсайды, бірақ менімен жергілікті қазақтар келісе қоймайды. Моңғолияның жергілікті қазақтармен сөйлескенде олар айтқан, біздің көзіміз үйренген, оларды ажырата аламыз. Кім қазақ, кім моңғол екенін ажырата аламыз дейді. Ал білмеймін, мен мысалы ажырата алмай жатырмын. Бар енді көздері енді тым осындай ажыратуға болады нағыз моңғол екен, бірақ ондайлар өте аз. Көбіне бәрі де сол бізге қазақтарға ұқсайды. Мысалы, моңғолша жақсы сөйлейсіздер ғой, дым акцентсіз, таза сөйлейсіздер. Ал моңғол кісі көшеде жүріп, мысалы, сіздер қазақ екендеріңізді қазақтарды айыра ала ма? Мынау қазақ, мынау моңғол дегенде. Жоқ, енді біз енді қазір сөйлеген кезде біз енді тілімізде ешқандай айырмашылық жоқ. Мен өз басыммен сөйлегенде ешқандай айырмашылық ішіне кіріп кеткен кезде мені қазақ деп айтпайды. Өзімді өзім мен қазақпын деп таныстырып, енді атыңды айтып танысқан кезде сол кезде ой сен қазақсың ба? Иә, қазақпын деп. Сен сонда не деген таза сөйлейсің, моңғолша не деген сөйлейсің деп. Мен ол кішкене күннен осында өскендіктен, содардың тіліменен, содардың немесіменен сөз немесімен өскенбіз да. Бірақ қазақ өзіміздің мұсылман тіл, өзіміздің қазақ анамыздың немесіменен ол қай уақытта да ұмытпаймыз. Соныменен қазір өзіміздің үйдің ішінде, дос-жаранымыздың ортасында бірақ қазақша жүреміз, қазақша айтамыз, қазақша тұрамыз. Енді кейбір моңғолдар бар, одар болғанда енді қарап бетіңе, түріңе қарап, мысалы қазақ адам деген бөліп қояды ғой. Қарап бетеді, сен қазақсың ба? Иә, қазақпын деген кезде барып бірақ біледі. Әйтпесе сыртта жүргенде білмейді. Енді бір Европа адамдар болады, енді Франция, Европадан одар болғанда енді угасса қайда жүрсе де адамдар білінеді ғой. Қазақтың ішінде жүрсе де одар таниды деген сөз. Мысалы, өздеріңіз мындағы қазақтар моңғол мен қазақта айыра аласыздар ма? Айырамыз. Мысалы, мен айыра алмаймын. Біз болғанда енді ішінде көп жүргендіктен сондай ма айту, мен өз басым болғанда айырам. Байқағанда өзі білініп тұрады. Қазақ адам өзі ар жағынан өзі білініп кісіге. Қалай білінеді? Қандай? Түр әлпеті, мысалы, мұрын, құлақ деген сияқты бөлек болады. Моңғол адамдардың құлағы өте былай жымыр келеді да, жымыр біткен жымыр келеді. Қазақ адамдардың құлағы үлкен, мұрын үлкен. Мысалы, кішкене сарғыш адамдар сондай болады да. Моңғол адамдары кішкене баран сондай болады. Мына жерде кәдімгі қара антропология жатыр екен. Yes. Your religion? Сіздің дініңіз буддизм ғой, иә? Mongolian people drink tea. Моңғолдар шайды тұзбен ішеді. Тұзбен? Иә, сөйтеміз. Иә, бұл шын. And oil. Тұз, май, сары май. Oh, yeah. And meat. Meat, yes. And meat. Етпен, сүтпен, бұл моңғолиялық шай деп аталады. This is Mongolian traditional milk tea. We called
Сіз осында қалада жұмыс істейсіз ғой, иә? Иә? How many? Улан-Баторда орташа жалақы қанша екен? I don't know. Білмеппін, қанша еді? Шамамен 1 миллион тугрик сияқты, немесе $500. Көрермендерім, моңғол тілі қандай екенін естігіңіз келсе, міне тыңдаңыздар. Газрын төсний. Асуудалтай. Тийм үү. Мэдгүй байна уу. Тэгээд асуудал онцлаагаа байлгүй те. Миний мэдж байгаа нэг $1 лимит тавьсан л сонсч ийсэн. Байн болж байгаа юм газрын төсний асуудалтай юм байна. Аха. Тэгээд next Wednesday I will go to the Germany. Келесі аптадағы сәрсенбіде мен Германияға барамын. Сондықтан менің саяхатым қауіпсіз және сәтті болсын деп осы жерге келгенім. Германияға бара жатқан себебім медициналық тәжірибе жинау үшін. For medical practice. Yeah. Мен мұнда Улан-Баторда жүрсем де, Моңғолияда жүргендей сезім жоғалып кете береді. Керісінше бір Жапония ма, Корея ма деген мемлекеттерде жүргендей сезім пайда болады. Негізі бұл мемлекеттерге бармағанмын, бірақ сонда да. Бұған бірнеше фактор бар. Біріншісі алып, биік, үлкен әйнек ғимараттар. Өте көп Улан-Баторда сондай әйнек биік ғимараттар. Екінші фактор бұл мұндағы адамдар. Мысалы, Жапония болсын, Корея, Моңғолия, барлық жақта адамдар. Енді Азияның адамдары сондықтан бір-біріне ұқсайды. Сонымен қатар жастардың киінген стилі. Мысалы, мына жақта қыздар өте қысқа және ашық киінеді, ал ер балалар болса шаштарын бояйды. Осылайша енді Корея мен Жапонияның жастарына ұқсап қалады. Шаш бояу, қысқа киіну дегенді мен жаман немесе жақсы деп жатқан жоқпын, жай ғана сол Жапония мен Кореяға ұқсап қалады дегенім. Үшінші фактор бұл дейтін жолдағы машиналар. Улан-Баторда машиналардың 90% Кореяның және Жапонияның маркасы. Сонымен қатар байқағаным, жолдағы машиналардың 30-40%-ның жүргізушілері әйел адамдар. Тіпті осындай жағдайлар болады. Әйел адам рөлде отырады, алқасында ер адам отырады. Мінекей мына жақта жағдай осылай. Және Моңғолия мемлекетінде, жалпы Моңғолияның мәдениетінде қызды басқа ұлтқа бермеу деген жоқ. Басқа ұлтқа бере береді. Тағы да ескерсеңіз, мен бұны жақсы немесе жаман деп жатқан жоқпын, жай ғана факт. Менің өзімнің арғы ойым, жүрегім, иә, мен мұсылманмын, қазақпын. Негізі қазақ айтады ғой, атайланып қазығын табады дейді. Атайланып қазығын табады дейді. Ол неге деген, не сөз дегенде, ол қазақ мұсылман адам қайтсең де өз еліңе, өз ұлтыңа, иә, соған бару керек, сонда болу керек. Деген сондай, менің сондай мағына, сондай сөз. Мен өзім қайда жүрсем де, қайда тұрсам да, мысалы мен Моңғолияда тіршілік ету үшін жүрмін ғой, тіршілік ету үшін, өмір сүру үшін, тіршілік ету үшін. Осында туып өскендіктен, ағайын туыстар осында болғандықтан осында жүрмін. Бірақ менің жүрегім, менің ар жағындағы ойым, мұсылманға, қазаққа, мен қазақпын дегенге ол әрқашан тұрып берем да, қайда жүрсем де. Ол қай уақытта да, немесе мысалы Моңғолияда жүрсе де, басқа елдерде жүрсе де, барлық қазақтар, барлық қандастарым, ағайындарым, бауырларымыз, ағаларымыз, сондай болса екен деп ойлаймын, мысалы, абырой атақ, намысын жерге тастамаса екен, қазақ деген немесін ұмытпаса екен, қайда жүрсе де деп сөйтіп ойлаймын да. Қайда жүрсе, менің өзім ойым сол. Бірақ әр адамның несі пікірі әр бөлек, иә. Мен Моңғолия азаматы болып, осында өмір сүріп жатсам да, менің ары қарай жүрегімде, ары қарай жүрегімнің түкпірінде менің елім, жерім Қазақстан, Қазақстанның елі, жері менің алтын бесігім деген сөз. Қайда жүрсем де, мен оны ұмытпаймын, қайда жүрсем де есімде, жүрегімде. Қазақстанда болып дедім? Қазақстанда болған жоқ. Мен ұмытпаймын деген Қазақстанда неге болған жоқ? Мен бара алғам жоқ. Әлі болмадым. Болмадым, бірақ сонда да мен қазір интернет, Facebook, қандай бір неден көріп жатырмын, Instagram. Бірақ көріп тұрмын, қазақ үшін қайда да тұрып берем деген сөз. Көрермендерім, Моңғолияға саяхат осылай аяқталуда. Сіздерге Моңғолия ұнады деп үміттенемін. Арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы саяхаттарда кездескенше.